Ocak-Şubat aydası. Bileyim, Yusuf'tan işittirdiği. O ne nesi kıdım tazminatı? Bugün bizde öte bir tarihi sayahat boğaz деп жатыр. Bugün biz Пергеге барамыз. Аспиндосқа барамыз. Оны да бүгін осы сарқамасына, деген сарқамасына барамыз. Мен бұлар негізі кім Анталияға келеді, солар көру керек. Егер тарихты қаласа, өзінің бұрынғы тарихымен танысқысы келетін болса. Anladım. Міндетті түрде. Sen bir şey yapacaksın. WhatsApp'tan at bir de şu para şu para. Gruba da ben ekle de benim haberim olsun. Nasıl? Бұл Аспендос. Қазіргі Анталияда орналасқан Рим империясының кезінде салынған өте бір жақсы сақталған сәулет өнерлерінің бірі деп айта аламыз. Мына жердегі айтатын нәрсе атмосферасы шынымен әлде өте күшті. Осы жерде төменде көрсетілген жерде адамдар өнер көрсететін болған. Дәл осы жерге шығу үшін міне 5 түрлі есік болған. 5 есік болған және олардың үстерінде 49 түрлі мүсіндер көрсетілген бұрын. Ал мына жерде 59 түрлі осындай күмбезді аркалар бар. Ал бұның тарихы қалай? Бұл жерде тарих бойынша, миф бойынша былай дейді. Кезінде осы жердің патшасы мына елге кім жақсы пайда береді, кім елін қуантатын жақсы бір жаңалықты ашады, мен соған өзімнің көрікті, ақылды қызымды берем дейді. Сол кезде көптеген адамдар таласады. Соған бірінің қатысушысы дәл осы архитектураның иесі болып табылатын кісі. Ал екіншісі ол осы жерге су каналын алып келеді. Және ол да осы жерде әлі күнге дейін жарысатын су аркасы деген жер бар. Егер барсақ ол жерде көрсетемін. Бұл жерде салған кезде өзінің барлық несін қосады ғой, идеясының барлығын қосады. Және де мына жерде айтатын нәрсе, ортада тұрып сөйлеген адамның дауысы бүкіл жерге естіледі, бірдей естіледі. Артикуляция дейді. Артикуляция бүкіл. Қай жерде отырып сөйлесе, жаңа төменде бір досым сөйледі, ол мына жерде маған анық естіліп тұр. Дәл соған таң қалған патша өзінің қызын осы архитектураның иесі, дәл осы идеяның иесіне берген. Яғни өзінің қызын жұмысқа берген дейді. Өте тамаша. Ал бұл жердің құрылысына келетін болсақ, мәрмәрден жасалынған, соның нәтижесінде қазіргі уақытқа дейін мүжіліп кетпей сақталу нәтижесі осы дейді. Ал шамалы қираған жерлер болса, осы селжұқтар келді, арабтар шапты. Содан кейін осы жерде кішігірім үгітіліп қалған. Десек те әлі де өте жақсы сақталған мұндағы қабырғаларының барлығы, баспалдақтарының барлығы, отыратын орындары өте әлі тамаша. Жаңағы айтып өткен артикуляция мына жердегі жаңа мәрмәрден салды. Соның себебінен бұл жерде құлап үгітіліп кеткен жоқ. Және де әктастан салды. Мына жердегі әрбір дауыстарды, яғни өзіне жұтып қояды. Әктасты білсеңіздер, жаңғықты қатты шығар жемейді. Өзіне жұтып қояды. Соның нәтижесінде жаңағы патша осы жерге келіп, яғни сөйлеген кезде артикуляциясына таң қалады. Оның қызы да осындай архитектураға өте қатты мән берген адамдардың қатарынан болады. Сондықтан да сол патшаның қызы сол кісіге тұрмысқа шыққан екен. Осындай бір тамаша орындамыз қазір. Жүсіп! Бұл жерді қаншама инстаграмнан немесе сафариден, гуглдан ақтарып қараса да
жақсы мәліметтер шығады. Бірақ дәл ол атмосфераны сезіну үшін дәл осы жерге келу керек. Güzel mi? Çok güzel. Abi söyle. Çok güzel. Çok Bir şey güzel. söyle. Ал біз келіп жеттік екінші нүктеге. Бұл Перге қалашығы, Перге. Бұл жерде де тарихы өте үлкен, біздің заманымызға дейін салынған. Бұл жерде де Александр Македонский болған. Александр Македонский бұл жерде билеген. Және де Рома, яғни Романы білесіздер барлығымыз. Осы Рома дәуірінде салынған осының барлығы. Бұл Перге қалашығы және де оның кіреберісінде орналасқан осындай екі түрлі негізгі ғимарат немесе здания бар деп айтайыншы. Бұл стадионда яғни кәдімгі халықтар көретін нәрсе болған, немесе жәрмеңкелер, дәл сол секілді нәрсе. Көріп отырғандарыңыздай, мына басталған жерден осы жаққа дейін келген осындай жерде арнайы есіктер болған. Ал екінші здания жаңағы ар жақта амфитеатр. Аспендосқа өте ұқсас. Ол жерде де 12.000 адам тұрған, бірақ дәл Аспендос сияқты сақталып қалмаған. Міне, сақталып кеткен, бөлініп кеткен осындай тастар жинақ болған. Сездір болады. Қандай керемет. Сол кездің өзінде біздің заманымызға дейінгі ғасырларда дәл осындай өнер туындылары. Оның барлығы қанша еңбек болған бар. Бұлар біреу ғана емес, өте көп. Ал мына жерде мұнаралар, яғни қаланың ішіне кіре берісіндегі жалпы көріністі байқағанлығын. Жалпы негізгі мақсаты не екенін барлығымыз білеміз. Мынау негізгі қақпаларының бірі. Осы Перге қалашығының тұрғындарына арналған, яғни монша болған. Айналасында осындай үлкен мұнаралар және де осындай колонналар бар. Тамаша. Керемет қой ма деген. Примерно дәл осы жерге ортасында тұратын болсақ, көзімізбен примерно елестетсек, былай болып тұр ғой сонда. Мына жердің барлығында колонналар тұратын болған. Ал мына жақта ең үлкен жаңағы моншасы мына жерде үш түрлі өздерінің бір бөлінеді. Ал мынау ең негізгісі, және сол кезде осындай бассейндер болған ғой. Мен реально мына жерді дұрыстап қарамағанына шамалы өкініп тұрмын. Потому что онда реально көп нәрселер бар. Если келетін адамдар болса, осының бәрін Перге туралы оқып, зерттеп, не болған, ол жерде қанша адам өмір сүрген, олардың өмір сүру дәстүрі қандай болды, соның бәрін білкесе мына жерде сезімдер өтеді. Мен дұрыс білмей тұрмын, бірақ соның өзінде кәдімгідей мені таңғалдырып жатыр. Міне, мына жер өте ерекше, өте маңызды болған жерлердің бірі деп айтсақ болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына жердің әрқайсысы, яғни қалай айтсақ, қазіргі тілмен айтқанда бутиктер болған. Мына ортада барлығы жиналатын негізгі арея болған ғой. Негізгі көрінісі, сыртқы көрінісін көрсеткен кезде арғы беттен көрсетеді. Мына жерде өте үлкен, ең негізгі ғимарат және де оң жағында мұнаралары болған. Супер, кәдімгі супер, тамаша. Осы қашан салып кеткен осы нәрселерді. Ақылға қонбайтын нәрсе ғой, или біз қалып қойғанбыз. Біздің жанымызда Нұрлыбек деген бауырымыз, негізі архитектор, строитель. Айтайын деп тұр. Айтер. Қазір құйып атқанның өзінде, қазіргі заманауи ЖК-ларда, үйлерде колонна құйған кезде бүйтіп қарасаң, ойнап атады бір-бірінен. Мынау бірнеше ғасыр бұрын қойылған колонналар. Бірнеше ғасыр бұрын, 1000 жыл бұрын ғой башы. 2000, почти 2000 жылдан асып кеткен ғой мына жерде. Өзбен бір шетінен атсаң бәрі қатарынан. Шынымен мәдениеттің, өркениеттің отаны ғой. Мына жерде математиканың белсене атсалысқан Аполлоний да осында туылған ғой. Керемет па? Керемет. Жаңа айтып өткендей былай болды. Мына жерде ең негізгі есіктері алғы жағында қақпалар, мына жерде базар болды, ар жағында стадион. Мынау негізгі Мейн-стрит, негізгі көше,
бәлкім мына жерден үлкен арбалар жүрген болса, мына жағында жаяулар жүрген болуы керек. Және де оның айналасында жаңа секілді базарлар, немесе үйлер. Және де оның барлығының айналасында осындай бір колонналармен жасаған. Көпшілік бөлігі әлі де тұр. Күшті. Супер. Мен жаңа мына жерде бассейн дедім ғой. Негізі бассейн емес. Бассейн болды, иә. Бірақ осы жерге дейін су жиналатын болған. Мынаның астында, әрқайсы плиталардың астында не болған көрсетейін ба? Олардың астында бір мынандай үлкен арықтар болған. Бұл жерде канализация. Яғни жан-жақтағы тұратын үйлерден жиналғанда, оның астынан тағы да су кететін болған. Вообще сұмдық қой мынау, қалай болып жатыр? Еще айтады, ар жақта университет бар дейді. Біздің заманымызға дейін салынып тастаған. Мына аркалардың үстері жабылған. Ай. Мен вообще елестете алмай жатырмын, реально бар ғой. Охо. Мен вообще таңғалып кеттім мына жерден бар ғой. Саған. Мынау қашан салынып кеткен еще. Мына жерде мозаика болған ғой. Саған. Не дейсің, Нұрлек? Күшті. Міне, мынау жаңағы көшелердің бірі ғой. Бұл жердегі осындай мозаикалар болған. Ол тастарды. Міне. Мына бетін теп-тегіс қылып кәдімгідей. Өзіме есел қыла алайын ба? Алып алдым. Қалтаға салдық. Жаңағы бір гимназияның үстінде тұрмыз. Көпшілер осындай үлкен болған. Осындайлардан қалаған. Былайда көруге болады. Ішкі архитектурасы осылайынан. Бұлмен бітпейді. Ар жақта да тағы да бір бөліктер бар. Өкінішке орай бізге қайту керек. Мына жақта негізі жақсылап білім алып, ізденіп кеп қараса, тарихымен танысып келсе, мына жер бір күн жүруге арыз етті, шынымен айтамын. Анталияға келсеңдер, бірақ сонда да терге келіп кету керек. Олар жай тас деп емес, тарих деп қабылдау керек қой барлығын. Тарих қой шынымен. Мына жер енді негізгі фонтанның төбесіне келіп тұрмын ғой мен. Мына жерде статуя, ар жағында су. Мына жақтан қарауға болады. Жалпы берге. Міне, мына жерде оқып тұрған ағамыз Германиядан келген. Ол кісілер біледі, әр нәрсені асықпай. Мен келіп оқып жүр. Біз болса өзімізді асықтап, ар жақтан біреулер хабарласып. Асықпай көру керек қой. Шықпай жатырмыз. Міне, терге саяхатымыз осымен аяқталды. Кәдімгі ішімдегі сезімдерім шыққандай болды. Таң қалдым. Риза болдым шынымен. Қалай салған осынша нәрсенің барлығын бұрын. Қаншама еңбек, атмосферасы қалай болған екен бұрын. Күшті. Обязательно Анталияға келіп осындар көріңдер. Міне, бұл жерде жалпы макеті. Мына жерде тұрған. Бұл Аспендосқа ұқсаған. Осы жердегі амфитеатр. Мынау жаңағы көрсеткен стадион. Стадионнан кейін біз мына жерден кірдік. Кіреміз, мына жерде ең негізгі жаңағы не болды? Мұнаралары, мына жақтағы базар. Базардан кейін жағында кәдімгі қала тұрғындары жүретін болған. Мына жердегі ең негізгісі көшесі осы болды. Осы көше. Жайда бұл жерде көрсеңіздер барлық жерде арықтар жүргізілген. Ол су ақталу үшін жылыту үшін осы жерде болған. Мына жерде өзім дұрыс көре алмай қалдым. Мынау жаңағы ең соңғы көрген біздің университеттері осы жердің. Супер. Ал мынау жаңағы баня болған еді. Баня. Ай-ай-ай. Мына жерде біздің машина тұр. Машинаға барып мініп қайту керек. Давай. Сол. Енді келесі. Бұл үйден сақтамасы кіру 15 лира. Бұл жерде есімі тарих емес, жай ғана көріп шығу.
Sizin olmanızı. Bismillah. Al. Benim mezirde birinci görünüz. Жер астынан келген жолдарда мына жері әдемі кетеді. Жоғарыдан қарап тұр. Allah'a seversin. Demek ağzında. Yapma. Yo. Fırat niye güzel bir tat ya? Türkiye. Miami'de жүрміз, балалармен.